Баршаңызға сәлем. Бүгін біз оливье салатын дайындайтын боламыз. Жасалуы қиын емес, қайталап көріңіздер. Ол үшін бізге піскен картоп, тұздалған қияр, колбаса, піскен жұмыртқа, консервированный горох, піскен морков, дәміне қарай тұз, бұрыш және майонез керек. Барлық ингредиенттерді төрт-бүршілеп турап аламыз. Барлығын турап болдық, енді араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, майонез салып араластырамыз. Оливье салатымыз дайын болды. Өте жеңіл әрі тойымды. Жасап көріңіздер, ас болсын.